Бағзы заманда Мәлік ибн Динар деген әулие кісі өмір сүрген екен. Ол қажылыққа кетіп бара жатып, бір қызық оқиғаға куә болады. Тұмсығында наны бар бір құстың жол шетіндегі жартасқа қонып, аузындағы нанын тастап, қайта ұшып кетіп жүргенін байқайды. Не де болса, бұл жерде бір гәп бар деп, әлгі жартасқа өрмелей бастайды. Біраз жоғары шыққаннан кейін таң қаларлық көрініске куә болады. Аяқ-қолы маталып, шұңқырға тасталған бір кісіні көреді. Үсті-басы әбден күнге күйіп, терілері сыпырылып түсе бастаған екен. Ол өз көзіне өзі сенбеді. «Әй, сен адамбысың, жынбысың?» деп дауыстайды. Әлдермені қалмаған әлгі бейшара ымдаған соң оны босатып шығарып алады да, одан не болғанын сұрайды. «Мен қажылықтан кетіп бара жатқан едім. Біздің керуенге қарақшылар шабуыл жасап, жолдастарымның бәрін түк қалдырмай тонап кетті. Мен қарулы болғандықтан оңайлықпен беріспедім. Әбден алысып, осы жерге дейін қашып келдім. Ақыры ұстап алып, барымның бәрін тартып алып, аяқ-қолымды байлап, шұңқырға лақтырып кете барды. Осылай күнге қақталып жатқаныма тура бір апта болды. Күн өткен сайын аштықтан бұратылып, әлсіреп барам. Ақыр соңында ешқандай үміт қалмаған соң, уа Алла тағалам, өзіңнің разылығың үшін аптап пен шөлге қарамай жолға шықтым. Қандай күйге тап болғаным өзіңе аян. Өзіңнен басқа жәрдем етер ешкім жоқ. Өзіңе ғана сыйынып жалбарынамын. Мені құтқара көр деп Аллаға жалбарынып дұға жасадым. Дұғамды бітіргенім сол екен, тұмсығында наны бар бір құстың маған қарай ұшып келе жатқанын көрдім. Құс көкірегіме қонып, тұмсығымен нанды үзіп аузыма салды. Шамалы болса да әлденіп алдым. Біраздан кейін қайдан әкелгенін қайтам, бір ыдыспен су әкеліп, көкірегіме қонып су ішкізді. Осылайша мені аштықтан құтқарды. Әлгінде де біраз нан әкелгені сол еді, артынша сен келдің. Мәлік ибн Динар әлгі адамға ас суын беріп, керуенге жеткізіп салды. Осы кезде әлгі қыз аспанда Алла тағаладан шын көңілмен сұрасаңдар, ол дұғаларыңды қабыл етеді. Күтпеген жерден орайын келтіріп, құстардың өзін көмекке жібереді дегендей, шиқылдаған дауыс шығарып, қалықтап ұшып жүрді.